Сіздермен бірге медиа студент Азат Икрамұлы. Қазір мен сіздерге бронхиалды астмаға ең оңай патогенезін қойып беретін боламын. Видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Жалпы бізде бронхиалды астма деген кезде біз бірінші болып есімізге не түсу керек? Бірінші болып бізге бірінші типті аллергиялық реакция есімізге түсу керек. Оны біз реагенді немесе анафилаксиялық аллергиялық реакция деп атаймыз. Енді аллергия кезінде бізде оның екінші сатысы бар, патохимиялық. Патохимиялық сатысында бізде не болады? Ол жерде бізде меш шашуасы болады. Меш шашуасынан не бөлінеді? Бізде гистамин деген зат бөлінеді. Гистамин не істейді десе, сіздер айтасыздар. Ол бізде қан тамырлардың қабырғаларын кеңейтеді. Қан тамырларының ішіндегі сұйықтықтардың өткізгіштігін арттырады деп айтасыздар. Сосын бізде альвеола бар, өкпенің ең кіші құрылымдық бірлігі. И оның қасында бізде қан тамырлар бар. Қан тамырлар. Осы кезде бізде айттық қой, қан тамырларының өткізгіштігі артады деп ше. Ол қан тамырларының ішінде барлық сұйықтықтар бар ғой. Осының барлығы бізде не істейді? Осы альвеоланың ішіне барады. Барлығы бараттаған альвеоланы бітейді. Ол кезде не болады? Ол кезде бізде вязкое мокрота болады. Вязкое мокрота болады. Яғни тұтқыр қақырық болады, альвеола бітеліп қалса. Вот осы. Келесі ол бізде маңыздысы, ол бізде бронхоспазм болады. Бронхоспазм. Былайша айтқанда бронхтардың тарылуы. Бронхоспазм не үшін болады десе, сіздер айтасыздар. Бізде аллергиялық реакция жүріп жатыр, и оған бізде параллельно бізде қабыну жүреді деп айтасыздар. Қабыну кезінде не болады? Қабыну кезінде бізде лейкотриендер бөлінеді. Лейкотриен Е4, С4, Д4 бөлінеді. Лейкотриендер не істейді десе, сіздер айтасыздар. Лейкотриендер бізде бараттағаны ол өкпедегі бронхтар бар ғой. Осы бронхтар. Осы бронхтардың қабырғаларын былай бітеп тастайды. Барлық бронхтардың қабырғаларын былай бітейді дағыны, нәтижесінде ол жерде адам тыныс алады, бірақ тыныс шығаруы қиналады. Былай көрсетейін. Нормадағы бронхымыз, яғни көлемі үлкен, ашық. Ал мынау бізде бронхиалды астмамен ауырғаннан кейінгісі. Уже бұл жерде не істеп жатыр? Мынау бізде бронхтардың қабырғалары уже бітеліп жатыр. Бронхтардың көлемі кішірейіп жатыр, кішірейіп жатса не болады? Ол жерде адам тыныс алады, бірақ тыныс шығарған кезде уже қиналады. Тыныс шығарған кезде ол жерде бізде деген ысқырық дыбыс шығады. Вот осы бронхиалды астманың патогенезі осы.